Астанада бір ауыл бір өнім жәрмеңкесі өтіп жатыр. Шараға ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілерден бөлек ұлттық қолөнер бұйымдарын жасайтын шеберлер де қатысуда. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Жапонияның JICA халықаралық агенттігі ұйымдастырған жобаның мақсаты тауар өндірушілерді жан-жақты қолдау. Жәрмеңке қорытындысы бойынша үздік кәсіпкерлер анықталып, олардың жобаларына қолдау көрсетіледі. Атап өтерлігі шара елімізде екінші жыл қатарынан жүзеге асырып отыр. Осы жобаның арқасында 60-қа жуық кәсіпкердің тасы өрге домалаған. Өндіріс көлемін бірнеше есе арттырып, сыртқы нарыққа шыққандары да бар. Жәрмеңке 3 күн қатарынан өткізіледі. Жеңімпаздарға өзінің тауарын өңдеуге, сапасын арттыруға, сыртқы нарыққа, ішкі нарыққа сатуға қажетті көмек, сонымен қатар сүйемелдеу жүргізіледі. Және де мына Жапонияның JICA агенттігі тарапынан ұтымды деген тауарлы позицияларға жоғары деңгейлі стандарттарды енгізу, сол технологияларды енгізу көмегі де көрсетіледі. Мынау жерасты су, жерасты 50 метрден өндіреміз. Таза бойында өзінің ағзаға пайдалы минералдары бар. Біздер Маңғыстау облысы бойынша бір ауыл бір өнімнің жеңімпаздарымыз.